некені қылықтыңыз рухтылдың. Жұмекеннің тойына арнайлап 2000 километр жүріп кірдім. Шәміш туған шәуілдіріп отырардан сіздерге аттың басын бұрып кірдім. Маған қол соқпасаң да Шәмші үшін шапалағанымды біліп тұрмын. Бұл жақты Европа дейді екен ғой, Европаға тұңғыш рет кіріп тұрмын. Келгеніме екі аттың болса дағы ортаңа әжептеуір сіңіп тұрмын. Әдегеннен мен керіп әңгіменен зәттеп ұрып тұрмын. Кеп отқан осы елдің құрметіне бөленем деп үміт қылдым. Әңгебай Қаратауда туылсам да әуелімді сіздерге бұрып тұрмын. Шәмшінің ауылынан кеп тұрсам да бастың маған мен шығып тұрмын. Семізінде кеп тұрмын елге тоя жегізуге. Жұртым үшін жұртығыл жанды беріп, ұлтым үшін дайымын демізуге. Қазақстанда 17 облыс бар, дамудың келе жатқан тегізінде. Біреулер Астананы мықты дейді, болсынды қала жоқ деп жер жүзінде. Біреулер Алматыны мықты дейді, айналған мемлекеттік менеджерге. Бірақ та сол Астана Алматыда сіздерге айтсын алғыс лебізінде. Ашып берген анадай атырауын қаралдым мен қазақты егізуде. Өргенде өнеркәсіп саласында қазына қасап жатыр тек жүлде. Қақ Каспийде мұз жарған кемелерін халыққа бәрекелді дегізуде. Сондықтан басқа ұлыстар ренжімесін, осы ел ғой Европамен егіздерге. Қазақстан дейді ол мемлекеттің асырап тұр құрлығын теңізінде. Алпауыт біздің елде тіреп тұрған Атырау облыс ғой негізінде. Жұмекендей ұқтасының арқама жұтым деген жүктасының. Ассалаумағалейкум Батыржанға ұстапты дүниенің тұтқасыңым. Қалың елің қолдайды деп сені olur, хабарына қарасам жүктасының. Мені де қошеметтеп қолдаңыздар, тұрғанын қаласаңдар тікпасының. Батыржандай өз балаң болмасам да, қаны қызу қазақтай ұлтпасының, жерлесің болмасам да елдетіңмін, руласың болмасам да рухпасының. Уақытша қояйтын күлетіндей. Сен ауылынан Жұмекен, мен Шәмшінің, оны ел назарына ілетіндей. Екеуі жазып кеткен әнұранды осы күні бар қазақ білетіндей. Біз екеуміз әдемі жұпталыппыз кешегі Шәмшіменен Жұмекендей. Айтулай іс жасайық келендеше, бүкіл ел жаққа айтып жүретіндей. Менде айтсаңдар аға көрмей, сенде шарпысайын бала көрмей. Батыржан балағыңды бауырымен қапталдасып шабадың қарагердей. Бұл бірақ бізге қамал болғанымен сұлу көрсе солады шама келмей. Астаналық бір қызбен жүреді екен универде оқыған параллельный. Ел алдында айтпасам жүрсең өзің инста парақшаға сала бермей. Бір қарасам жатырсың, алғанағым қанша қымбат болса да баға көрмей. Білегіне тағысын білезігін, жүрегіне махаббат дала бермей. Олардай саусағына жүзік тағып, пост алдың ісказала да дегендей. Осылай жүргеніне 5 жыл болып сөзінде тұра алмайтын жаман ердей. Ертерек анаңызды қуансаңшы, анаңыздың уақытын ала бермей. Жайықтың жағасына ат бесіңе жырпылдап Астанаға бара бермей. Басына бір орамал жаппайсың ба, әр жеріне әлдене тала бермей. Аман саулық сұрайды ақылдағым. Бір аруға орамал салсайшы деп Батыржанға дұрыс қой батырмаған. Себебі өзіңдері бойдағы жүзім сеніңде істеріңді қалдырмаған. Ағайын бұл баланы түсінбедім, не үшін ақыл айтып отырмаған. Аға бұл өзі әлі отау құрмай інісіне әйел ал деп қақылдаған. Алла қалса бір күні үйленердің бұйырса ол уақытта жақындаған.
бірақ бір мәселе болып тұр ғой, соны ойлап қиналып жүр ақын балаң. Бәйге сұрап отыр ғой деп қалмаңдар, дүние үшін қиналып ауырмағам. Жай ғана сөз ойлатқан сол суым, болашаққа жаса деп батыл қадам. Жұмекеннің айтысынан жүлде алмасам, жұбайым болмаймын деп жатыр маған. Атырау баралаштың қорғансың, қазақтай қайсар елдің зор бақсың. Туған елдің төрінде топқа түсіп басылмай тұрғанына таңғансың. Себебі бұл батылжан осы үшін сырттағы айтыстарға барған үшін. Мысалы өткен жолы оңтүстікке барып едім бас жүлде алмақ үшін, бірақ та сол өлкенің адамдары балдар үшін шығарды жан дауысын. Солтүстік аймақта да айтыс болып, соған барып тартынбай толғау үшін. Ол жақтағы жандарға маған емес, өз ұлына тегізді қолғабысын. Қысқасы өз жеріндей болмайды екен, қысқасы өздеріндей болмайды екен, жалған сөйлеп қайтейін жарнама үшін. Алла деп аламанға кірдің тағы Атырауда юнайды ордам үшін. Қалыңдықтың көңілін табу емес, қалың елдің жықпауға өр намысын. Кіндік қаным таңғалды Атырауда, қасық қаным алғанша ордау үшін. Айеке жатқасын сіз елге келіп, төбеңізде түнеріп төнбеп едік. Бірақ сіз қатты кетіп барасыз ғой, қонақ қой деп құрметтеп көрген едік. Қызыма бергенімді жүзіп айтып жаман қылып көрсеттің елге неғып. Атыраудың ұлдарын білмеймісің, алаулайтын шақтарды сөнбеп едік. Аруларды аялап сыйлық беріп, аталардың ізін ерген едік. Қадірлі елдің баласы болғаннан соң қымбат нәрселер берген едік. Өмірлік жарым менің болу үшін өткенде жүзікті ақ берген едік. Ана қызбен тезірек отау құр деп, аға емес болып отсын жеңген едік. Аттай қалап ауылмен алдыққанда атау жұрт айтап деп сенген едік. Бір қыздың жайын айтып отқаныңе 300-дің мұңын айтар көрге келіп, жүріп жүрген қызымды жыр қылдым ғой, Жұмекенді жырлайтын жерге келіп. Жүріпті шапқанды қаламайды, қызыңа әрдеңені тақсын тақтың ғой деп қасындағы бауырын табалайды. Қазақ қызын құрметтеу айып бекен, қаядан бұл шынды қаралайды. Бүгінгі қыз ертеңгі ана емес пе, ананы бар адамзат аялайды. Өзіңнің де қарындасың анам бар ғой, сондықтан бұлай деуің жарамайды. Бірақ сендер жақты білеміз ғой, Шымкенттің біздерге хабар әлгі. Кей жерлесің абидер тиран болып, қыздарының жүрегін жаралайды. Ал енді әйел қылып алғаннан соң тіпті оны адам деп санамайды. Ал енді біздің жақтың жігіттері жұбайларын құрметтеп бағалайды. Шымкентский кей жігіт секірделіп, шыңғыртып әйелдерін сабамайды. Атыраудың ұлдары жан-жарына ата жауы секілді қарамайды. Есімде әйелдерін сабамайды, дейсіңде табанғасап табалайды. Батыржан Атырауды көтерем деп Шымкентті төмендеткен жарамайды. Мысалы біздің Шымкент Атырауды шалғайда қала деп санамайды. Керісінше батырлардың отаны деп тер жақсы сөйлейді бұл қала жайлы. Ақтөбе секілді азғазақты бұл неге бөріп жарып алалайды. Өзінде Шымкентке қалай келіп деп мақтамен аяқтан тағарайлы. Енді кеп абизесін тирансың деп ауылында отырып абалайды. Берішпен ешкертештің елінде кеп қоғыштар айтқан сөзді қаналайды. Домалақтай ананы ардақтаған Оқыматпен Бәйбек дана жайлы. Айша бейбі ханымын құрметтеген естімеппен қараған баба жайлы. Қара шаштай ұлана туған жерді бұлғалай да жетіп қаралайды. Айтыстың анасы деп атақ алған естімеппен Әселхан ана жайлы. Табанының астында жұмақ бар деп біздің елде анасын аялайды. Көзіңде Шымкенттік азаматтар әйелге ата жаудай қарамайды. Ата жаудай қаралың былай тұрсын, атасынан артық бағалайды. Бесеші болса да айдағаны мынаның жағалымен байбаламы. Соңында Шымкент илеп кетті ғой, қолдана қалмаған соң айламы.
отаным деп жырлаған кешегі Жұмекеннің қайдараны, Махамбеттеп батысты қорғап беді, Алталаштың Хамеді қойнағаны, жоқ әлде Хиуазда самолетпен ұшып кетті осы айналаны. Қазақтың бар батыры бөліп жармай қорғаған осы байдақ байдаланы, батырлар қанын төгіп ел қорғады, қалқада қырдабасы сайрамалы. Қазақтың бабамның төккен қаны, менің қаным тамырымда жатыр ғой қайнап әлі. Қазақтың барлық жері өз отаным, білесің бе отанның қайдан әлі. Егерде топыраққа су төгілсе, топырақ балшықтанып байланады. Егер қаның төгілсе топыраққа, ол сенің отаныңа айналады. Сүйеніп жалғыз ем жат бар ма, сөйлеген алдында ақтарыла. Әйелдерін ұрды-ұрып деп қақылдайды, барылжан отырып қапталыма. Бір-бірін аямайтын болды қазір, адамның қарасы да ақтары да. Әлемді соғыстарды айтпағанда жауыздықтың бұрап тұр оқтары да. Қазақстанның өзінде соңғайларда қылмыскердің шуы да топ-тобы да. Атыпты ұрыпты деп еліміздің шулайды сайттарда бақтары да. Әкесін сабады деп біреу шықты, осы менің тиді ғой қаттарыма. Анасын зорлады деп біреу шықты, апырай одан артық жоқтарына. Жануар жасамайтын жауыздықты жасайтындай жүректің қатқаныма. Менің жаным ашилік пенделердің надандық батпағына батқанына. Адамдардың қырылып жатқан емес, адамдықтың жойылып жатқанына. Сұраса өткеннен де кеткеннен де қарасақ тарихтағы зерттеулерге. Жұмекенмен шәмшілер аз ғұмырда, тектілікпен жығыпты тек төрелерге. Екеуі бір ордадан білім алып, бірге өмірлік өткелденде. Сол тұстағы советтік Қызыл империя билігін жүргізіпті көкпен жерге. Солтүстік Қазақстанда орналасқан қалаларды бөлеміз деп келгенде, бірігіп шәмшіменен Жұмекендер ұстайды бір ұскен еттенгенге. Менің Қазақстаным деп ән шығарған бағынбай шекпендімен шектеулерге. Ал сен болсаң келесап Шымкент деп елді бөлдің ұқсап ет бөлгенге. Кешегі алып қарай бір-біріне ешқашан танытпаған өктем кеуде. Әнұран шығар меді шықпас меді, тұлғалар бір-біріне кептенгенде. Жұмекендей атамыз сен сияқты шәмшіні Шымкентский деп бөлгенде. Шымкентский жандарды бөлетін деп еріншектің атында екпет дейді. Бауырым көзіңді ашып қарап алсай, сен айттың деп бәрі ондай топ кетпейді. Шыны керек мына біздің Атырауға шымкенттік адамдар көп беттейді. Базарда тұратындар шымкенттіктер, олар біздің істі жеп кетпейді. Вақтыда жасайтындар шымкенттіктер, бұларда еңбектерін тек кетпейді. Бір жола мұнда көшіп алғандар көп, әшейін арасында кеп кетпейді. Әйтеуір біздің жаққа бір келген жан Атырауды жаман екен деп кетпейді. Басқа ұлттарда осында орналасқан басқалар біздер ұқсап беттетпейді. Атыраулық халықтың пейілі кең, өткен кеткен адамға өтпетпейді. Шымкенттік адамдар бұлай тұрсын, шетелдіктің өздерін шеттетпейді. Біздер өте ешкімнен жеңілмейміз, бір Алладан басқаға берілмейміз. Атырау қанша шалға ел болсаң да, дебенің ол өлкеден жерінбейміз. Біздер досым ордалы оңтүстікті қасиетке қонған өмірдейміз. Ауылыңа мен сенен қалай бардым, ол кезде жаза сені көрінбейміз. Атыраулықтар жабайы деуші едіңдер, бірақ біздер кісі болып керілмейміз. Сендерге солай болса солай шығар, өзімізге оңай болып көрінбейміз. Аз болса мақтаншақ деп сөйлесіңдер, бірақ біз мақтан сөзге ерінбейміз. Алмағай күн туса ел басына артқа қарай бір қадамда шегінбейміз. Мысалы арыс қоймақ жарылғанда бірінші болып барып ерінбейміз. Мақтаралды су басқанда көмек беріп, оңтүстігі мол біздің жеріндейміз. Сіздің жақтың бірлігін біле алмадым, біз ешкімді бөлмейміз, бөлінбейміз.
шеркеш желдейді, алашқа соларменен мақтан елміз. Қарсыласқа ашып айтсам біздер өзі қақ дұшпанды қатықтай қаққан елміз. Мысалы адайменен асық болып батырлыққа мұнара соққан елміз. Жаппас пен Есентемір масқара болып Жапанда жол баспай жортқан елміз. Алаша тана байбақ туып алаш деп ата жауға шапқан елміз. Қызылғырт әлім таз бен алтын болып арқаға ел сенімін атқан елміз. Баламыздың барлығы батыр болып баһадүр бабамызға тартқан елміз. Ұзын сөздің қысқасы біз Атырау тектіліктің шырағын жаққан елміз. Кіші жүз деген атты алғанымен үлкен істер бітіріп жатқан елміз. Батыр жауды түсірем деп сабасына бұлаян бара жатыр ала тұра. Сендер жақта әйелді сабай депсін айтып ем Шымкенттің баласына. Мен бір апта тілімді тигізбедім Бәйдібектей қазақтың бабасына. Қарақандай қадірлі тұлғаменен Әселқандай айтыстың анасына. Аруларға ата жаудай қарамайды деп атасынан артық бағалайды деп сөйлеп отыр қарамай шамасына. Өткенде оңтүстікте болған жағдай қазақтың кең таралды даласына. Айналайын аянау бір жерлесің, әкесінің жармасып жағасына, әлпеш деген адамын төмпеш етіп халықтың қалып еді табасына. Ақсақал ақырында мерт болыпты, амал бар ма тағдырдың шарасына. Біз қызды құрметтейміз деп отыр ғой, қалғанын қалдырайын санасына. Әйелінің қадірін қайдан білсін, әкенің жетпеген бір бағасына. Қатуланып қызып отсың, бауырымның көңілін бұзып отсың. Бөлінбейміз деп алдыңда ұлар шетінен тізіп отсың. Бауырым айылыңды димадың-ау, әкесін сабайды деп қинадың-ау. Атырау шетелді шеттетпейді деп шетелдіктің барлығын сыйладың-ау. Шетелді сыйлағанын не алайын, Шымкентке бір жақсы қимадың-ау. Сыйламайды деп әкені ананы да Батыржан жармасың-ау балағыма. Мен оны жаңа өзім айтып ғой, қанағат қылмасын ғой жауабыма. Қайда әкесін сабайды деп қалай сөйлейсің қонағыңа. Бір наданның істеген қылығы үшін бір облысқа жатпашы жалағына. Мысалы мен әкемді құрметтеймін, өте қорқып қараймын қабағына. Бүгін менің әкемнің туғанына жас келіп отқанынан жанарыма. Ал жерге осы сияқты пайдаланып әкемді құттықтасам болады ма? Шүмегенде жырлайын өз жұртымда айтады деп отсаңдар не керемет. Біздерді жаһандану саясаты жаһаннан жаққа қарай жетелемек. Бір жынысты жүргендер насихаттап кетіпті өз алдынан не керек ол. Діннің де дұшпандары көбейіп тұр, қыз алдаған бір күнді не керек. Былтыр ғана Алматыда жер сілкінді, қауіпке душар болып өтеген. Күні кеше Қызылорда Қаражақта жер сілкінді, қарқыны өте бөлек. Бұның бәрі Алланың ескертуі, адамдар тәубелерін етемелеп. Ақылдық тоқтамаса жер сілкініп, азабы жаратқанның жете беріп, сілкінген бұлай тұрсын қорған дейді, қара жер қағайылып кетеме деп. Дүние жасыл болсын, қызыл болсын, бауырын сүрген ғұмырың ұзын болсын. Батыржан досыменен қоштасайық, мың шақсадан мұқалмас жүзің болсын. Бұл айтпаша Атыраудан үй алыпты, ендеше қошеменің қызыл болсын. Сырты малға алышы жанға толып, әйгілі Махамбеттей ұлың болсын, қылықты қиуаздай қызың болсын. Су жаңа пәтеріңе кілегін сол, басыңа бақыт қонып қызыр қонсын. Аны қыздан шығатын түзін құсап, шаңырағының түтіні түзу болсын.
болмасын, Атырауым керемет өмір болсын. 2000 километрден келдім ғой деп, жаңа түскен келіндей керілгенсің. Таяқ ұстап Ерманов адам келді, сен аяқпен келгенге ерінгенсің. Жүрсін ата, қош келдің Атырауға, жүрсін жайта мен жүрегінен орын берсін. Жас адамның тілегі қабыл деген, жаратқан сізге мәңгі өмір берсін. Жамбылдай нарамыздың жақын беріп, Жұмекен бабамыздың жолын берсін. Жүрегіне жерленген. Жеңіс айым жылқылар, жанарымда нұр тұнар. Осы айтысқа кеп тұрған жүйріктерге қарасаң саныма келіп сұртынар. Үш алдын алған мұхтардың естіген жан өлеген орнынан бір тұрар. Жансая мен Ерошта жанданып әрсәт құлпырар. Бірақ та бұлардан сескеніп әрсәт тұрған жоқ. Себебі менің бойымда кіші жүздің рухы бар. Ұлдарым алға ұмтылар. Кім кетсе дайымын, жібермеймін деп намысты жас балдарын жұлқылар. Шайырлардың жаңағы атағы бар, даңқы бар, ақындар еді бір туар. Ал енді менің артымда желкенімді жақпайтын Жұмекеннің жұрты бар. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты мен жастарға сенемін деп кешегі ұлы Мағжан ақын айтқандай, екі жас ақынның нағыз кескілескен айтысы болды деп ойлаймын. Жаңа Аян бауырымыз айтты ғой, әкемнің туған күні көзіме жас келіп отыр деп. Осындай әкесін сыйлайтын ұлдар көп болсын. Әкесін сыйлаған ұлтында сыйлайды. Ақынның сөзі заманның айнасы, қоғамның ақиқаты. Жаңа біздің Батыржан анамызға, бауырымызға, Батыржанға құтты болсын айтып жатыр. Атыраудан өзіңнің жалғыз анаңды аялап, әлпештеп, ұялып жатыр екенсің, құтты болсын деп жатыр. Сол Батыржанның кіндігімен тараған ұрпақты әлпештейтін анасына Алла ғұмыр берсін. Құтты болсын. Ал Қаңтар алқасы бұл айтысты бастаған Түркістаннан келген Аян Ниязбектің ұпайын беріңіздер. Түгел ол. Аянмен айтысқан Батыржан Кадырбайдың ұпайын беріңіздер. Түгел ол.